Адам ағзаларының қай-қайсысының өзіндік атқаратын қызметі бар. Ешқайсысы бірін-бірін алмастыра алмайды. Дей тұрғанмен дана халқымыз ұйқы безі деп ат қойған. Өзі кішкене ғана болғанымен бүкіл ағзаның саулығына әсер ететін ішкі ағза туралы сөз қозғамақпыз. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Ұйқы безі қарынның астыңғы жағында орналасқан. Ұйқы безінің салмағы 70-80 грамм, ұзындығы 20 см. Ол бас, дене және құйрық бөліктерден тұрады. Оның бас бөлігі ұлтабардың иініне кіріп тұрады. Орта бөлігі бел омыртқаға көлденең келіп, асқазанның артқы қабырғасына жанасады, ал құйрық бөлігі сол жақтағы бүйрекке жетеді. Ұйқы безінің қызметі мен патологиясы. Ұйқы безі ішкі эндокриндік және сыртқы экзокриндік сөл бөлу қызметін атқарады. Сыртқы секрециялық қызметіне ас қорыту ферментін өндіру жатады. Ұйқы безінен пайда болған сөлдің ас қорытуда маңызы өте зор. Сөлдің құрамындағы трипсиноген ферменті ішекте белсенді трипсинге айналады. Трипсин ферменті әсерінен белок қанға оңай сіңімді амин қышқылдарына айналады. Адамның ұйқы безі тәулігіне 2 литрға жуық сөл шығарады. Ерекше мән беретін тағы бір жайт – ұйқы безі бөліп шығаратын инсулин, глюкагон, липокаин гормондары. Әр гормонның жетіспеушілігі адамда түрлі қатерлі ауруларға апарады. Жоғарыда айтып өткендей бар жоғы салмағы 70-80 граммды құрайтын без күніне 2 литр сөл бөліп, ағзада болатын барлық зат алмасу, қан, бауырды тазалау, ас қорыту сынды маңызды процестерге белсенді қатысады. Осылайша ұйқы безінің қызметі мен маңызы зор екеніне көз жеткіземіз. Халқымыздың танымының мықтылығы ағзаларға ат қоюда да көрінген. Мысалы, бүкіл Европа медицинасында маңызды ферменттерді бөлетін бұл безге панкреас деген ат қойған. Яғни бұл сөзді тікелей аударсақ, тасбақаның жотасындағы тасы, яғни сауыты деген мағынаны білдіреді. Біздің халқымыздың сұңғыла танымы, егер бұл без жұмысын тоқтатса, адам терең ұйқыға, медицина тілінде комаға кететіні анық. Осы бір ауыз сөзбен-ақ бұл бездің ағзадағы маңызы қандай екенін бағамдап бекітіп берген. Мұндай фактілерді іздене берсек, халықтың медицинада көп кезіктіретініміз анық. Тапқанымызды тарқатып, танымымызды тек батыстың жетегіне бұрмай, өз даналығымыздан іздеп отыруымыз керек. Бұл діттеп барғанда ұлт саулығына, ұлт болып сақталуға дейін апаратын үлкен мәселе. Яғни ұйқы безі атауындағы ұйқы біздің күнделікті ұйқымыздан да терең, медициналық танымнан, білімнен қалыптасқан атау. Егер біздің ұлы даламызда тарихи сан ғасырға кеткен озық емшілік, дәрігерлік дәстүр болмаса, мұндай атауларда болмас еді. Сөзімізді әрі қарай ұйқы безі бұзылыстарына пайда болатын аурулар туралы жалғастырамыз. Ұйқы безі аурулардың белгілі бір тәуліктік ырғағы болады. Түске дейін ауырғандық онша мазаламайды, түстен кейін күшейе түсіп, кешке қарай ең күшті күйіне жетеді. Әртүрлі белгілер бойынша ұйқы безінің басты ауруы панкреатиттің көптеген жіктемелері жасалады. Аурудың халықаралық жіктемесі төмендегідей: жеті панкреатит, алкогольді тұтынудан туындаған созылмалы панкреатит және басқа созылмалы панкреатиттер. Ең алдымен жеті панкреатитті көбінесе микробтар қоздырады. Бірақ ауру кейде онсыз да басталады. Қабыну күші және аурудың барысы сол қоздырғыш тетігіне байланысты. Ұйқы безінің қабынуы әрқашан шыдатпай қатты ауырып басталады. Ауру іштің жоғарғы бөлігінде болады. Қатты ауырғандығы сонша кейде адам дөңбекшіп есінен де танады. Өңі қашып, қол-аяқтары көгере бастайды. Артериялық қан қысымы төмендейді. Тамыр соғуы нашарлайды. Дене ыстығы қалыптан аспағанымен адамның халі нашарлайды. Кейде жата да алмайды және қисайып қана отырады. Жеті панкреатит кезінде, өкінішке орай, ұйқы безі қалыпты кезде тек адам ағзасына қажет ферменттер мен гормондар бөлсе, қызметі бұзылғанда адам ағзасын улайтын сөлдер мен қышқылдар бөледі. Осыдан ағза өзінен өзі уланады. Ұйқы безі бөлген улы сөл қан арқылы бүкіл ағзаға тарайды да, ағза аз уақыттың ішінде таралған у басқа ағзаларға әсер ете бастайды. Жеті панкреатиттің асқынған түріндегі жылдам ем шаралар жасалмаса, жағдай қиынға соғады. Созылмалы панкреатит. Жеті панкреатит көп жағдайда созылмалы панкреатитке ұласып жатады. Аурудың басты белгілеріне тәбеттің төмендеуі мен жойылуы, кекіру, ас қорытудың бұзылу белгілері,
сілекей ағу, жүрек айну, құсу және де панкреатогендік ішуді жатады. Құсу жеңілдік тудырмайды. Ең басты белгісі іштің ауруы. Аурудың бұл түрі диетада көріністер болғанда немесе психикалық эмоционалдық күйзелістерден кейін бой көрсетеді. Созылмалы панкреатиттің әр түрінің соңғы сатысында ұйқы безінің сыртқы және ішкі секреторлық жетіспеушілігі мен механикалық сарғыштықтың белгілері болады. Жүдеу, қызба және анемия байқалады. Созылмалы ұйқы безінің асқынулары, ұйқы безінің абсцессі, ұйқы безінің кистасы және ұйқы безінің кальцификаттары, қант диабетінің дамуы, механикалық сарғыштық және холангит және панкреатогендік астит сияқты қауіпті аурулар пайда болады. Ұйқы безінен болатын кома. Панкреатит кезінде ересек адамдарда, тіпті 3 жастан асқан сәбилерде кома орын алады. Науқастың қан айналымы, пульс, қан қысымы, жүрек соғуы баяу болса да сақталады, бірақ ми қызметі ұйқы безінен бөлінген улы ферменттердің әсерінен бұзылғандықтан адам ояна алмай қалады. Комада ұзақ жату адамның ауру дәрежесіне, адамның биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Қажетті ем шаралар. Ұйқы безі ауруларының қай түрінде болмасын, ең алдымен ауру сезімін тоқтатып алу керек. Бұдан кейін ұйқы безінің секрециясын тежеп, ұйқы безі ферменттерінің активтілігін басып барып, басқа ем шараларына кірісуге болады. Хирургиялық ем. Терапевтік шаралармен тоқтатуға болмайтын ауру түрлеріне ота жасалады. Диета. Ауру барысында 1 және 3 күн аралығында аштық жариялайды және тәулігіне 1-1,5 литр сілтілі минералды сулар, мысалы, сарыағаш немесе жасай сияқты суларды, итмұрын қайнатпасын, сұйық шай беріледі. Диетадағы белок көлемін ет, балық, сүзбе және сыр арқылы көбейту керек. Өткір тағамдар, майлы тағамдар, сорпалар берілмейді және ас тұзын беруді шегереді. Капуста, алма, апельсин сияқты көкөніс жемістер берілмейді. Ұйқы безінің секреторлық қызметін азайту үшін май беруді азайтады. Тамақты аз порциямен тәуліктің бір мезгілінде жиі қабылдау керек, мысалы, тәулігіне 5-6 рет. Диспансерлеу. Ұйқы безінің созылмалы ауруына шалдыққан адамдарды диспансерлік есепке алу керек. Тексеріп қарау жиілігі аурудың жеңіл дәрежесіне жылына 2 рет, орташа ауыртпалықты дәрежеде 3 рет, аурудың ауыр дәрежесінде жылына 4-6 рет тексеріп тұру керек. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.